Облысқа қарасты аудан қалалардағы ахуалды қадағалау жергілікті билік міндеті. Сондықтан облыс әкімінің бұйрығымен орынбасары Батыржан Байжұманов Текелідегі санитарлық талаптардың сақталуы мен вакцинация барысын бақылап қайтты. Моноқала Текеліде өткен тәулікте 14 адамнан коронды індет анықталды. Ай басталғалы жалпы 101 адам вирусты жұқтырған. Қазір бұл қалада 26 науқас індетпен күресіп жатыр. Халықты жаппай вакцинациялау жұмыстары да кезең-кезеңімен жүруде. Мұнда 5 егу пункті жұмыс істеп тұр. Екпелерді сақтауға арналған 3 тоңазытқыш, 5 термоконтейнер бар. Городу Текели рекомендовано. Текелі қаласында тағы қосымша егу пункттері ашылады. Бұл туралы қала әкімі мен қалалық аурухана бірлесіп шешім қабылдауда. Дәл қазіргі уақытта біз тағы да вакцинаның келуін күтудеміз. 150 мың доза екпе келуі тиіс. Кейін біз оларды аудан қала бойынша егу мекемелеріне таратамыз. Халықты жаппай вакцинациялау жұмыстары жалғасады. Текелі 33 мың тұрғыны бар қала. Олардың тең жартысының ерікті түрде екпе алуына мүмкіндіктері бар. Бүгінде 2000-нан аса қала халқы вакцинацияланған. Зауыт кәсіпорындарында да вакцинация жүріп жатыр. Мәселен, Текелі гранит зауытының 97% қызметкері ерікті түрде екпе алған. Сегодня с утра Бүгін таңертең біздің кәсіпорынның негізгі құрамындағы 40 жұмысшының 37-сі екпе алды. Қалған үшеуі денсаулық жағдайына байланысты екпе алмады. Біз вакцина жасау үшін арнайы бригада жіберген қала әкімдігіне алғыс айтамыз. Жұмыс уақытында емханаға барудың мүмкіндігі болмайды. Облыс әкімінің орынбасары Батыржан Құлаймергенұлы мен өңірдің бас санитар дәрігері Текелідегі халықтың санитарлық талапты сақтауын бақылады. Дәріханада қажетті дәрілердің бар жоғын сұрап білді. Жабық және ашық сауда орындарындағы жағдайды көріп қайтты. Сатушылар шектік талапты жеңілдетіп, сенбі-жексенбідегі базар жұмысын жандандыруды сұрады. Сейчас у нас, вы знаете, ситуация в области очень плохая. Қазір сіздер білесіздер, облыста эпидахуал жақсы емес, жұқтыру көрсеткіші жоғары. Ал Текеліде кеше 14 адам вирус жұқтырды. Бұл кішкентай ғана қала үшін үлкен көрсеткіш. Сондықтан сабыр сақтап, ахуалдың жақсаруын күтіңіздер. Бәрі жақсы болса, шектеулер алдағы уақытта жеңілдейді. Қазіргі уақытта біз үшін ең маңыздысы халықтың денсаулығы. Батыржан Байжұманов Текелідегі денсаулық сақтау саласынан өзге құрылысы жүріп жатқан білім саласындағы нысанды да көріп қайтты. Нөмірі 6 мектептегі құрылыс өткен жылы басталыпты. Жөндеу жұмыстары жаз соңында аяқталып, оқушылар жаңа оқу жылының басында жаңарған ғимаратта білім алады дейді қала әкімі. Біз 6 мектептің қасында тұрмыз. Мына жерде жауапты мердігер ТО Толағай жұмыс жасап жатыр. Жұмыстардың бағасы 404 миллион теңге. Қазір ғана облыстан әкімнің орынбасары келіп, бізге тағы да жұмыстарын тезірек бітіру үшін тапсырма берілді. Енді жауапты мердігермен жұмысты жасаймыз. Меруерт Қыдырбайқызы, Әсет Бекбатыр, Жетісу телеарнасы.